Айару, сен бүгін мені сыныптың алдында ұятқа қалдың. Енді ісім сенімен болсын. Айару, бәріміздің жынымызға тиіп бітті. Бүгін сымбатты жылатты. Енді кімге тиіседі екен? Саламатсыздар ма оқушылар? Отыра беріңдер оқушылар. Бүгін сендерге жаңа сынып жетекшілерін таныстырайын деп тұрмын. Жансұлу апай бүгіннен бастап сендердің жаңадан сынып жетекшілерің болады. Саламатсыздар ма балдар? Менің атым Махмутова Жансұлу. Осы апайды тыңдап, айтқанын істеп, әдемі тәртіпті бала болады. Жақсы тіл табысады деген ойдамын. Ал жақсы сау болыңдар. Жансұлу апай сыныппен танысып та үлгерді, бірақ тәртібінен бейхабар. Сымбат, саған не болды? Еш нәрсе. Сымбат, неге өтірік айтып отырсың? Бұның бәріне кінәлі Айару. Жап аузыңды. Неге етересің? Шынында сен кінәлісің ғой? Бәрі неге мені кінәлай береді? Тынышталамыз балдар. Кешіріңіз апай, кірсем бола ма? Балалар, Нұрбибі бізге жаңадан келген оқушы. Таныс болыңдар. Қай мектептен қашып көрдім? Соны айтам. Тағы жобай келді ма? Балалар осындайған қашан қойсыңдар, одан да жақсылап күтіп алайық. Думан, сенмен келісем. Балалар, тынышталамыз. Нұрбибі, Айсұлудың қасына отыра ғой. Менің қасымнан басқа орын жоқ секілді. Сен қасыңа отырғың келіп тұрған шамалы еді. Сыныпқа келе салысымен бүкіл тиісіп кетті маған. Алдағы уақытта көреміз кім екен. Ісім сенімен болсын, Айсұлу. Көп сөзді доғарайық. Одан да сабақты бастайық. Осылайша апайдың бірінші жұмыс күні басталып кетті. Алда мереке келе жатқандықтан Жансұлу апайға концерт ұйымдастыру ұсынылған еді.